Хайырлы күн достар. Бүгін сіздерге турецкий лепешка жасап көрсетемін. Өте дәмді нан. Рецепті өте оңай. Егер де менің рецептерім ұнап жатса, каналға тіркеліп, коммент жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Қамырымызға жылы сүтке аз ғана су қосып, дрожь салып, тұз салам. 40 грамм сүйек май құям. Жақсылап араластырам. Бүйтіп ұнымды салып, алдын ала едектен өткізілген. Қасық көмемен қозғайым. Одан кейін жақсылап қолмен дейтін боламыз. Қамырымызды осылай илеп алғаннан кейін бетін жауып 30 минутқа ашытуға қоямыз. Қамырымызды ашыды. Оны дуалап алып, осылай кішкене бөліктерге бөлеміз. Бөлген бөліктерімізді дуалап, турецкий лепешка жасау үшін дайындаймыз. Осылай созып аламыз, сопақ шағып қамырды. Bir табаға екеуін салам, сопақ шағып. Пергамент қағазын төсеп, ортасын осындай бүктеп, екі лепешка бір-біріне жабыс қалмау үшін табаға салып 10-15 минутқа бетін жауып қоям, көтерілу үшін. Көтерілді, көтерілгеннен кейін бетіне жұмыртқаның сарысымен бір қасық сүт қосып, бетіне жағамыз. Жұмыртқамыз жағғаннан кейін қолдың саусақтың көмегімен осылай форма жасаймыз бетінен. Шет жағын осылай басып шығамыз. Бетіне күнжіт сеуіп 180 градусқа 25-30 минутта пісіріп аламыз. Өте тез піседі, өйткені жұқа. Міне турецкий лепешкамыз пісті. Достар, жасап көріңіздер. Өте дәмді лепешка. Тез піседі. Рецепті өте оңай. Қазір үзіп көрсетем үшін. Дәмі тандыр нанға ұқсайды, өте дәмді. Шіміне